Сәлеметсіңдер ме балалар? 51-ші сабақ. Арнамызға тіркелуді ұмытпаймыз. Шамалар арасындағы тәуелдікке берген есептерді шығару. Бүгінгі сабақта сен өзара байланысты шамалар бар есепті шығаруды үйренесің. Бірінші есепте жауабын кему ретімен атасаң, уақыт туралы мақалды оқисың дейді. Есептер берілген, 1 минутты бос жіберсең, 1 сағатты жоғалтасың дейді. Яғни есепті шығарғанда 8 мен 8-дің көбейтіндісі 64, 9 мен 7-дің көбейтіндісі 63, 7 мен 8-дің көбейтіндісі 56, 6 мен 9-дің көбейтіндісі 54. Кему реті мен жаз дейді бұл жерде 64, 63, 56, 54. 1 минутты бос жіберсең, 1 сағатта жоғалтасың деген мақал шығады екен. Ережені еске түсірейік. Жалпы массаны, бір заттың массасын, заттың санын қалай табатынын еске түсірдік. Жалпы массаны табу үшін масса мен заттың санына көбейтеміз. Массаны табу үшін жалпы масса мен санына бөлеміз. Санын табу үшін жалпы масса мен массасына бөлеміз. Үшінші есеп, бірдей 9 жәшікте 54 килограмм жүзім бар. Сонда 3 жәшікте қанша килограмм жүзім бар? Бір жәшіктің массасы бірдей, саны 9, 3, жалпы массасы 54 және белгісіз. Біз алдағы сабақтарда өткен болатынбыз сондай ұқсас есептер. 9 жәшікте 54 килограмм жүзім бар дейді. Бір жәшіктің массасы бізде белгісіз. Екінші үш жәшікте жалпы массасы қанша килограмм жүзім бар деп сұрап тұр. Екеуінде де массалары, бір жәшіктің массасы бірдей. Ол үшін біз 54 пен жалпы массасы мен санын бөлу арқылы бір жәшіктің массасын табамыз, яғни 6 килограмм. Енді 6 килограммды 3 жәшікке көбейтсек, 18 килограмм шығады жалпы массасын. Бұл есепте біз бір жәшіктің массасын да тауып тұрмыз, жалпы массаны да тауып тұрмыз. Жауабы бізде сұрақ 3 жәшікте 18 килограмм жүзім бар екен балалар. Кесте бойынша есеп құрастырып оларды шығар дейді. Тура жаңағыдай есептер. Астында бір жәшіктің массасы бұнда да белгісіз. Сандары әртүрлі жәшіктер. 6 жәшік, 9 жәшік. Жалпы массасы біреуінде 48, біреуінде белгісіз. Біз енді әуелі бірінші есепті орындап аламыз. 48 бен 6-ны бөліп аламыз. 8 килограмм шығады. Яғни 8 килограмм 2 жәшіктің массасында бір жәшіктің массасы бірдей болып табылады. 8-ді 9-ға көбейтеміз, 72. Яғни бір жәшік массасы 8 килограмм, 9 жәшіктің жалпы массасы 72 килограмм екен. Әсінде бір жәшіктің массасы 9 килограмм, сандары бірдей, бұл жерде сандары белгісіз, жалпы массасы 72 килограмм, біреуінің массасы 56 килограмм. Енді біз санын табу үшін жалпы массасын 9 килограммға бөлеміз. Сонда 72-ні 9-ға бөлсек, 8 жәшік шығады, ал 56 килограммнан қанша бір жәшіктің салмағы қанша килограмм екені де белгісіз болды. Санында бірдей болып, біз алғашқы есепті шығару арқылы 8 жәшік екенін білдік. Енді 56-ны 8-ге бөлсек, 7 килограмм. Сонда бір жәшіктің массасы 7 килограмм шығып отыр екен. Бысында бір жәшіктің массасы 6 килограмм, саны 6 жәшік, жалпы массасы бірдей дейді. Екінші жәшікте 9 килограмм массасы, саны белгісіз, жалпы массасы бірдей дейді. Сонда 6 килограмм, 6 жәшік, 9 килограмм, саны белгісіз, жалпы массасы бірдей. Ендеше біз 6 мен 6-ны көбейту арқылы жалпы массасын табамыз. Жалпы массасы 36 килограмм. Енді біз жалпы массасы екеуінде бірдей болғандықтан, бір жәшіктің массасына бөлеміз. Яғни 36-ны 9-ға бөлсек, 4 жәшік. 9 килограммнан 4 жәшік өріп болды. Бесінші есептерді шығар дейді. А. . . . 9 килограмм қант, 9 килограмм. 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 9 к
Ал бүлдірген тосап үшін 12 килограмм қант қажет болды. Егер бір қапшықтың массасы 3 килограмм болса, онда ол қанша қапшық қант жұмсады дейді. Өрік тосабына қайнату үшін 9 килограмм қант керек болды. Бүлдірген тосабына 12 килограмм қант, бір қапшықтың массасы 3 килограмм дейді. Жұмсалған қапшық саны қанша қапшық дейді. 9 мен 3-ті көбейтсек, 3 қап өрікке кетті. 9 мен 3-ті бөлсек, 3 қап. 12 мен 3-тің бөлінісі 4 қап бүлдіргенге. 3 пен 4-тің қосындысы 7 қап. Сонда барлығы 7 қап қант жұмсалды. Есептерді шығар дейді. Асында өрік тосабын қайнату үшін 9 килограмм. Бұл жерде асын шығарып кеттік жаңа. Әсі көкөніс сатушы асқабақты бірдей 6 бөлікке бөлді. 6-дан 1 бөлігін сатты. Егер асқабақтың массасы 12 килограмм болса, онда қанша килограмм асқабақ қалды дейді. Бөлді, 6 бөлікке сатты, 6-дан 1 бөлігін асқабақ массасы барлығы 12 килограмм қалғанын сұрап тұр. 12-ні 6-ға бөлеміз 2 килограммнан, яғни 1 бөлігі оның 2 килограмм болып есептеледі. Сатылғаны 2 килограмм. 12-ден 2-ні алсақ 10 килограмм. Сонда қалған асқабақ бізде 10 килограмм екен. Б-сы бөлді 6 бөлікке, сатты 6-тан 1-ін 2 килограмм, қалды 10 килограмм, асқабақ массасы белгісіз. 10 қосу 2 тең болады 12 килограмм. Асқабақтың массасы 12. Массасы 12 килограмм, сатқаны 2 килограмм, бөлді белгісіз бөліктерге, шешуі 6 бөлу 2 тең 6. Сатушы асқабақты 6 бөлікке бөлді. Бізде балалар Ә нұсқасында, Б нұсқасында берген болатын, яғни әртүрлі тәсілдермен есептеуге берілген есептер. Өрнектің мәнін тап дейді. Жақша ішінде 69 мен 68-ің айырмасы 8-ге көбейтсек, балалар 8 шығады екен. 20 азайту 54 пен 6-ның бөліндісі, 20-дан 9-ды алатын болсақ 11 екен. Жақша ішінде 80 мен 24-ның айырмасы 56, 56-ның 7-ның бөлінісі 8. Жақша ішінде 55 мен 26-ның қосындысы 81, 81 мен 9-ның бөлінісі 9. 14 пен 7-ның бөлінісі, 2-ның бөлінісі 7, 7 мен 1-дің көбейтіндісі 7. 48 пен жақша ішінде 8-дің айырмасы 40, 40 пен 8-дің бөлінісі 5. 5 пен 8-дің көбейтіндісі 40, 40 пен 39-ның айырмасы 1. 8 пен 4-дің бөлінісі 2, 2 мен 6-ның көбейтіндісі 12. 30 пен 3-дің айырмасы 27, 27 мен 9-ның бөлінісі 3. 7. Бөлшектерді өсу ретімен орналастырып мақалды оқы дейді. Өсу ретімен болса, ең үлкен 14-те 1, 14-те 3, 14-те 8, 14-те 12. Уақыт бізді күтіп тұрмайды. Әсінде 12-де 1, 12-де 3, 12-ден 5, 12-ден 9. Уақыт тас екеш тасты да 12-ден 11 тоздырады екен. Соңғы есебіміз жақшалыларды теңдіктер дұрыс шығатындай етіп қой дейді. Жақшашылған 8 қосу 40 бөлу 8 азайту 3 пен 2-ның көбейтіндісі 0 дейді. 8 қосу 40 бөлу 8 мен 3-ның айырмасы жақша ішінде көбейту 2, 24. 8 қосу 4 қосу 4 пен 8-дің бөлінісі азайту 3, жақша жабылған 2 тең 12. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.